Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік музей қорығының бөлімі Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейі Алаш тарихына қатысты алғашқы музей. Бүкіл Алаш қозғалысы, Алаш қайраткерлері жайында кең көлемде мағлұмат беретін алғашқы музейлердің бірі Алаш тарихындағы. Сонымен бірге бұл музей тарихи ғимарат ретінде де көп айтамыз. Абайдың өмір жолына, сонымен бірге жалпы осы Абай музейінің қалыптасу кезеңінде де осы орны орасан зор. Ал енді бұл үйді негізінде бұл үй өзі мына Абай заманында кәдімгі татар слободкасы, татарская слобода деген кәдімгідей осы мекен тұрақтан орын тепкен Әнер Молдабаевтың үйі деп айтады. Бүкіл қазақ ғылымында болсын, ең алғаш осы ғылыми айналымға енгенде де бұл үй Әнер Молдабаевтың үйі деп айтылды. Өйткені Алаш арыстары жайында бір кең көлемдегі мағлұматтар болсын, архив құжаттарының барлығында да Әнер Молдабаевтың үйі деп айтады. Әнер Молдабаев бұл қазақтан шыққан алғашқы қаржыгер, тұңғыш қаржыгер, банкир, финансист. Енді осы Әнер Молдабаевқа осы Московиннің, Көпес Московиннің үйін Абай сатып әпереді. Сосын Абай өзі Жидебайдан арнайы осы елге, Семей қаласына арнайы келіп тұрғанда Әнердің Абайға деген үлкен зор құрметінің белгісіндей болып, бір бөлмесі, осы үйдің бір бөлмесі арнайы бос тұрған екен. Абайдың келеді, сонда осы үйге тоқтайды, арнайы жұмыс және жатын бөлмесі, жаңағы шығармашылықпен айналысады, тағысын тағы басқа дүниелер деген сияқты. Енді бұған қосымша тағы бір айтатыны, бұл үй Алаш қайраткерлерінің Алаш үкіметін құруда штаб пәтері ретінде де жұмыс істеді. Шындап айтқан, неге? Өйткені бұл үйде әрдайым ұдайы Алаш қайраткерлері бас қосып отырған. Сосын 1921-22 жылдар аралығында Семейде Міржақып Дулатұлы губерниялық сотта, губ сотта дейді, сонда қызмет атқарады. Енді сол кезеңде жалпы сол кезең туралы қысқа да нұсқа бір жақсы бір дерек келтіруге болады. Бұл Міржақып Дулатұлының қызы Гүлнар Міржақыпқызының естелігінде айтады. Біз Әнер Молдабаевтың үйінде тұрдық. Әкем сол жылдары губ сотта қызмет атқарды. Бірінші қабатында Әлихан Атекемнің үй жайы орналасты дейді. Әлихан Атекем деп отырған Әлихан Бөкейхан. Бұған қосымша тағы да Мұхтар Омарханұлы Әуезов Ташкентте, Ленинградта оқуда жүрген кезде осы үйді өзінің тұрғылықты мекен жайы есебінде көрсетеді. Және де бұнда еліміздегі жалпы қазақ даласындағы тұңғыш әдеби мемориалдық музейдің бірі Абай музейі дейтін болсақ, Абай музейінің алғашқы ғимараттарының бірі ретінде жұмыс істегендігін айтуымыз керек. 1940 жылы өзінің алғашқы келушілерін 16 қазанда Абайдың баласы Ақылбайдың жақын араласқан адамы Бекбай Байысовтың үйінде 1940 жылдан 44 жылға дейін Абай музейінің алғашқы ғимараты сонда орналасқан болса, екінші 1944 жылдан 1967 жылға дейінгі аралықта осында Абай музейі орналасады. Содан кейін жалпы мына жәдігерлердің, елеулі экспонаттарының санының көбеюіне байланысты Абай музейі және Роман Ершовтың үйіне көшіріледі. Мұнда балалар кітапханасы, тағы да басқа мәдени ошақ ретінде жұмыс істеді. Сосын бүгінгі күнде Алаш қозғалысына қатысты, Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің осы Семей кезеңіне қатысты тың мағлұматтармен таныстыратын руханият ордасы ретінде жұмыс істеп келеді. Тағы да бір айта кетерлігі, абайтану саласында да осы Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейінің алатын орны ерекше. Неге? Өйткені бұнда 1909 жылы Абайдың алғашқы шығармалар жинағы, өлеңдер жинағы Санкт-Петербург қаласында басылып шықты. Ильяс Бараганскийдің баспасында. Сонда Әлихан Бөкейханның енді ұйғарымы бойынша сол кісінің арнайы ұйымдастыруымен Абайдың шығармалар жинағын шығару бастамасы көтеріледі. Содан кейін оны және ең бірінші кезекте айтады, және Омбы қаласында бастыру, тағысын тағы үлкен бастамалар көтеріп, бірақ бұлардың барлығы ақылдаса келе сол Санкт-Петербургтағы Бараганский баспасына тоқтайды. Сосын бірақ енді сол жақта
пәтер жалдап тұруға жағдайының келмегендігінен Кәкітай Семейге қайтады. Бірақ Абай өлеңдерінің жаңа кітаптың беттелуінің барлығында осында жіберіп отырды. Яғни Абайдың алғашқы кітабының версткасы беттелуі осы үйде жүргізілген. Сонда осы жерде жаңа қатесін түзейтін жерін болса, күзейтін жері болса, тағысын тағы дүниелердің барлығын осы жерде қарап, қайыра Ильяс Бараганский баспасына жолдап отырады. Одан бері қарай келген кезде жаңағы Абайдың шығармалар жинағында да жалпы абайтану ғылымындағы біздің ауыз толтырып айтылатын бүгінгі күндегі жалпы қазақ руханиятындағы елеулі оқиғаның өзінде де осы тарихи ғимараттың ерекше орын алғандығын айтуымыз керек. Осы Алаш үкіметі туралы, олардың ең алғашқы дәнегі қайда өсіп шықты, осы Алаш үкіметі идеясы, азаттық идеясы қайда туды, сонымен бірге мына біздің қазақ даласының сол замандағы 20 ғасырдың басындағы бұратана ұлт ретінде қағажу көріп келе жатқандық туралы үлкен бастама көтеріліп жазылған Қарқаралы петициясы, сонымен бірге үлкен саяси реформалардың бастауы болған саяси, әлеуметтік саяси жалпы қазақ елінің сол замандағы 20 ғасырдың басындағы қазақ елінің саяси әлеуметтік жағдайының барлығынан хабар беретін дүниелер осы екінші қабатта орналасқан музей экспозициясында сыр шертеді. Ал бірінші қабатында 19 ғасырдың аяғында сонымен бірге 20 ғасырдың басында қазақ интеллигенциясы пайдаланған үй жиһаздары, оның ішінде ыдыс-аяқтар, тағысын тағы дүниелерді айтуға болады. Біз енді бұл нәрсеге бекер тоқталып отырған жоқпыз. Неге? Өйткені мына Шархамыздың естелігінде айтылады, біз жалпы Әнер Молдабаевтың үйіне алаш қайраткерлерінің бас қосып жүретін бір қазақтың үлкен бір зиялы қауым өкілдері, алаштың айбозылдарының бас қосып жүргеннен бөлек, біз әйел адам ретінде біз де керемет ынтық болдық бір нәрсеге дейді. Неге? Өйткені онда айтады, өздеріңіз білесіздер, мысалға дәл сіз сияқты қыз балалардың өздері де сонда мына ас үй жиһаздары, ыдыс-аяқ деген сияқты аса бағалы дүниелердің барлығы да осы үйде болғандығын айтады. Енді мына Семей қаласындағы өте бір көрікті һәм көрнекті жердің бірі осы ғимарат болғанда. Ал енді біз алаштықтарды бүгінгі күнде осы тәуелсіздік жағдайында өмір сүріп отырған кезде, әрине енді бізден бір ғасыр, жүз нешеме жыл ары болғанмен де олардың мына бекзат болғандығы, кәдімгі мысалға білімді, сонымен бірге жаңағыдай ғылымды жандарына серік еткенмен де олар кәдімгідей мына әлемдік деңгейдегі мәдениеттен, әлемдік деңгейдегі этика, эстетикадан үлкен хабары болғандығын аңғару қиын емес. Неге? Өйткені осы музей экспозициясының барлығында да алаш қайраткерлері жаңағы тұтынған, күнделікті өмірде пайдаланып киіп жүрген киімдері, тағысын басқа жаңағы қосымша құрал жабдықтарының барлығының өзі мына алаш қайраткерлерінің, алаш оқығандарының бекзаттық үлгісін, бекзаттық болмысын анықтай түседі.